Жолдағы қауіпсіздік жағдайы маңызды және өзекті мәселелердің бірі болып қала береді. Ол үшін бұл бағытта көп нәрсе жасалуда. Заңнамалар өзгеруде, жолдарда жаңа инженерлік шешімдер енгізілуде. Ақпараттық жүйелер мен бағдарламалар жол жүрісіне қатысушылардың қауіпсіздігін арттырып, полиция жұмысын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде жолдағы қауіпсіздік деңгейін жақсартуға да әсер етеді. Мәселен, ағымдағы жылы апаттылықтың барлық көрсеткіштері төмендеді. Жол-көлік оқиғалары 4%-ға, онда қаза болғандардың саны 2%-ға, сондай-ақ жарақат алғандардың саны 8%-ға төмендеді. Атқарылған жұмыс нәтижесінде 1000-нан астам азаматтың өмірі мен денсаулығын сақтап қалдық. Мен ата-аналарға, тәрбиешілерге, ұстаздарға және еліміздің барлық саналы ұрпақтары мен ересек тұрғындарына үндеу жасағым келеді. Өскелең ұрпақтың қауіпсіздігі біздің қолымызда екенін ұмытпайық. Биылда жол апаты салдарынан болған жасөспірімдер өлімінің көрсеткіші бұрынғыдай жоғары деңгейде қалып отыр. 9 айдың ішінде жол апатынан 210 бала көз жұмған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 16%-ға көп. Балалар жол жүрісіне қатысушылардың ең осал санаттарының бірі. Сондықтан балалар мен жасөспірімдердің жол жүрісі қағидаларын бұзбауын түсіндіру, егер ереже бұзу жайттарына куә болсақ, оның алдын алу әрбіріміздің міндетіміз. Полицияның жыл сайын халықпен жүргізіп жатқан түсіндіру жұмыстарына қарамастан, біз балалардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін ескі мәселелермен әлі де кезігудеміз. Бұл жол-көлік оқиғалары. Жол апатынан зардап шеккен балалардың жартысынан көбі жолаушылар, ал қалған бөлігі жаяу жүргіншілер екенін атап өткен жөн. Көп жағдайда зардап шеккен балаларды ересектер автокөлікте тасымалдау ережелерін бұзып, балаларды ұстау құрылғыларынсыз, яғни автокреслосыз, бустерсыз, адаптерсіз немесе мүлдем бекітілмеген күйде тасымалдайды. Балалар ересектердің мінез құлқын қайталайды. Сол себепті рұқсат етілген және қауіпсіз жерден емес, өзі қалаған жерде жолды кесіп өту деректері кездесіп жатады. Ересектер балаларға электросамокаттарды, мопедтерді, электрлі велосипедтерді өздері сатып алып береді, бірақ оларды қалай қауіпсіз пайдалану керектігін түсіндірмейді. Қарапайым жол ережелерін түсіндіру және ересектердің оларды сақтауға ұстанымы сіздің балаңыздың немесе жақын туысыңыздың өмірін сақтап қалу мүмкін. Егер сіздің көзіңізше балалар жол ережесін бұзса, бірер минут уақытыңызды бөліп, балаға оның ереже бұзғанын түсіндіре кетіңіз. 1-2 немесе 3 минут уақытыңыз сіздің жұмысыңызға қатты әсер етпейді. Ал бала үшін ересек адамның ескертуі өмір бойы есте қалады. Міне осы дүниелер тәлім-тәрбие элементтері болып табылады және қоғамның нөлдік төзімділік принципін көрсетеді. Ал өз кезегінде министрлік жолдағы балалар өлімін азайту, құқықтық ағарту, балалардың жол-көлік оқиғаларында жарақаттануының алдын алу жөніндегі шараларды жалғастыратын болады. Құрметті жол жүрісіне қатысушылар, барлықтарыңызды қарапайым жол ережелерін сақтауға шақырамыз. Асықпаңыз, аптықпаңыз, балалардың қауіпсіздікте болуын қадағалаңыз. Үнемделген секундтар мен минуттар тәуекелге тұрарлық нәрсе емес. Өйткені сіздің өміріңіз бен балаларыңыздың өмірінен маңызды ештеңе жоқ.